Мен Нархашева Рабия Нұралбаевна, Шымкент қаласы 85-ші жалпы орта білім беретін мектебінің директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары, педагог зерттеуші. Шымкент қаласы әдістемелік орталығының ұйымдастырылуымен өткізіліп отырған сабақтар шеруіне 8-ші Б сыныптағы Ақтамберді Сарыұлының күлдірі кісінетіп толғауы тақырыбындағы сабағын ұсынамын. Саламатсыңдар ма балалар? Отырыңдар. Бүгінгі сабаққа дайын болсақ, тақтадағы мына суреттерге назар аударамыз. Мына суреттер туралы не ойлайсыңдар? Бұл суретте мен шапқыншылық, ашаршылық замандары, соғыс сияқты басқа да өзекті қазақ мәселелерін көріп тұрмын. Жарайсың, тағы да кім? Аяулым. Бұл суреттер қазақтар 19-20 ғасырдағы өмірі суреттеледі, яғни ашаршылық, сонау соғысты кезеңдердің бірі. Тағы да, Ибрагим. Бұл жерде 1720 жыл болған қазақтардың ойраттардан ойсыра жүрген кезі болып тұр. Жарайсыңдар, Кайна. Бұл жерде 17-ші және 18-ші ғасырдағы адамдардың аштығы және халықтан жеңілген кездері суреттеледі. Осы суреттерге ортақ тақырып қоюға бола ма? Тағы да, Ақсан айта ғой. Қандай ортақ тақырып қоюға болады? Осы суреттер байланыстыра соғысып жатқан адамдардың кейіннен азаттық, яғни барлығының... Тағы да, кім көмектесе алады? Қанай Жамал. Біз бұл суреттегі тақырыпты қозғайтын болсақ, тәуелсіздікті аңсау деп те қойсақ болады. Мысалы, бұл жерде соғыс, ашаршылық бәрі ұлт азаттық көтерілістің мәселелері болып табылады. Ортақ тақырыпты біз тәуелсіздікті аңсау деп. Жарайсыңдар, тағы да қосатындар бар ма? Аружан. Айтамын. Осы тақырыпты байланыстыра отырып, оның ішінен қазақтардың қиналғаны және оның ашаршылық болғанын көріп тұрмыз. Ол тақырыпқа күшпен қазақ десек те болады. Жарайсыңдар. Енді осы суреттерден ерекше бір көрініс байқадыңдар ма? Көңіл күйге әсер ететін Бақберген айта ғой. 1723 және 1727 жылы болған Ақтабан шұбырынғы алқа көсілама ашаршылық жылдары. Бұл жылдары шамамен 2,5 миллиондай қазақ тұрғыны қырылып кеткен деседі. Ой қосатындар бар ма? Ибрагим. Сол кезде ойраттардан ойсыра жегілген кезде Ақтамберді Сарыұлы оларды қалай ұтып өткен және олардан қалай шығып өткен барын ұйымдастырды. Жарайсыңдар балалар. Ибрагим біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбында қолға салып өтті. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақтамберді Сарыұлы күлдірі кісінетіп толғау екен. Балалар, енді біз Ақтамберді Сарыұлы туралы білгендерімізді ортаға салайықшы. Кім айтады? Аяулым. Ол 1768 жылы қайтыс болған. Ол оңтүстік Қазақстан облысына Қаратау ауданында дүниеге келген, 30 жыл өмір сүрген. Ақындық шешендігін ерте бастап, 11 жасында жыр шарқ бастаған, 17 жасында Орта Азия хандарымен жоғарыларымен соғыса бастаған. Жарайсың, кәні 3-ші қатардан, Асылжан. Ақтамберді Сарыұлының көп жырларында қазақ елінің басын қосуы туралы айтылған. Тағы да. Ақтамберді Сарыұлының күлдір кісінетіп жырауында, толғауында жырау өзінің қалап өмір сүргісі келетін, халықтың қалай бейбіт өмір сүргісі келетінін жеткізген. Жарайсың, Қалбина. 1723 жылы ол ойраттардан жеңіліп, шығыс және оңтүстік Қазақстандармен солармен бірге. Тағы да, Нұрман. Сарыұлы қанша рет өлім аузынан тірі қалған, тіпті бір кезде өлім аузынан өлім жазасын кесер алып, ол қашып құтылып кеткен. Шыңғыс айта ғой. Ол 1677 жылы туылып, 93 жасында қаза тапқан. Жарайсыңдар, бірінші топтан барып айтатындар. Жарайсыңдар балалар, біз қазір Ақтамберді жырау туралы еске түсіріп өттік. Енді өзінің ісімен де, жалынды жырымен де, жоңғарларға шапқыншылық кезінде ұйымдастырушылардың қақ ортасында болып, қазақтарды елге қоныстандыру ісінде белсенді зор үлес қосқан Ақтамберді Сарыұлы. Және бүгінгі тақырыбымыз күлдір кісінеті. Оқу мақсатымыз бүгінгі әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сабағымыздың мақсаты шығарманың идеясы мен пафосын ажырата алуымыз керек. Шығарманың пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан талдай алуымыз керек екен.
Ал енді балалар, сұрақ сендерге, мен үйде кішкене ізденіп келіңдер деген болатын, иә? Шығарманың идеясы дегенді қалай түсінесіңдер? Тағы да, кім айтады? Ақсана? Автордың жеткізгісі келген көркемдеу стилі болды. Ақсананың ойы, иә, аяулым. Бұл жерде сол шығарма арқылы автор бізге не айтқысы келіп тұр? Жарайсың, жалғас. Ол сол айтқысы келгенмен бізге не осы қазіргі өмірге не жеткізгісі келген. Бақберген, тағы да. Автор идея арқылы өз ойын жеткізуге тырысқан. Бақберген, бізде өте белсенді қатысып жатыр Нұрман. Бұл жерде тәуелсіздіктің оңайлықпен келмегені айтылған. Тағы да, Ибрагим. Сол айтылған суреттің нұсқасын айтып деп ойлаймын. Жақсы. Енді тақтаға назар аударамыз. Тақырып жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы болса, жалғап жібер Гүлназ. Идея не екен? Жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген идея. Қарай. Сол өмір құбылысына берген бағасы тақырыптан, идеядан тақырып туады. Ары қарай, ағарыс оқып жібер. Пафос дегеніміз не екен? Пафос сезім құмарлық, құлшыныс, құштарлық, асқақтық, қуатты сезім мен терең шабыт мағынасына қолданылған. Балалар, пафосты үйде ізденіп келдіңдер ме? Не екен? Иә. Тауран айта қойшы, пафос дегеніміз не екен? Пафос деген ол өзінің өлең жолдарында өзінің құштарлығын, елге деген сезімін білдіреді. Тағы да кім пафос туралы айта алады? Пафос пен идея бір-біріне ұқсас болып келеді, және пафос арқылы автор өзінің көңіл-күйін жеткізе алады. Жарайсыңдар. Енді тағы да қосатындар бар? Пафос өлең толғаудың сын сипатын және де заман бейнесін жеткізе алады. Қараңдар енді. Пафос бұл құлшыныс, құштарлық, асқақтық, қуатты сезім және терең шабыт мағынасында қолданылған сөздер екен. Біздің өлең жолдарымен таныспыз, біз? Күлдір кісінетіп толғауында осындай асқақ сезімдер бар ма? Жарайсыздар. Енді ұлттық мүдде дегенді қалай түсінесіңдер? Қалбина? Ұлттық мүдде деп ол біздің салт дәстүріміз, тәуелсіздігіміз және де бұрынғы жеріміздің тұтастығы қазіргі заманға дейін. Жарайсыз. Балны қоя салсын ба? Ұлттық мүдде дегеніміз? Ұлттық мүдде дегеніміз мысалы өзіміздің хақымыз, өзіміздің хақымызға қол жеткізуіміз және өзіміздің салт дәстүріміз. Жарайсың. Асылжан айтам дейді ұлттық мүдде туралы. Ұлттық мүдде біздің тарихымыз, дініміз, тіліміз, тәуелсіздік, бабаларымыз қол жетпесіп кеткен тәуелсіздігімізді айтуға болады. Осылардың барлығы тағы Айжамал. Ұлттық мүддеге біз дініміздің сақталуына жатқыза аламыз. Яғни ұлттық мүддеде біздің экономикалық қоғамдық мәселелеріміз де жатады. Жарайсыңдар. Енді балалар оқулықты ашамыз, күлдір кісінетіп толғауын оқимыз. Ағарсыз бастай ғой. Күлдір кісінетіп күреңді мінер мекенбіз, күлде үрген баптағып, ақ күреуге киер мекенбіз. Өзенге бие байлатып, төскейде орда орнатып, төркілдеп ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің теңесін біз де бір құрар мекенбіз. Құлапты тауға қол салып, садақтың оғын мол салып, бетбақтың өмір шөлінен төтелеп жүріп жол салып, қолды бір бастар мекенбіз. Майданда дабыл қақтырып, ерлердің жолын аштырып, атасы басқа қалмақты жұртынан шауып, бостырып, түйе деген ашасын, әлпеш деген қаншасын, ат артына мінгізіп. Асқа бір тауда жайласам, жеріне бие байласам, күнде жиын, күнде той, қыз бола ойнасам, тентегін тұзап байқа деп ішінен... Жарайсыңдар балалар, енді тақтаға назар аударамыз. Бекболат Төлеухан ағамыздың орындауында күлдір кісінетіп толғауын тыңдаймыз. Başkası
Балалар тыңдадық қой, толғаудың біз мазмұнымен таныспыз, үйде де оқып танысып келдіңдер. Енді тапсырма, бірінші қатарға дәптерге жазамыз. Толғаудағы өздеріне ұнаған жолдар. Бірінші қатар жазамыз. Толғаудағы өздеріне ұнаған жолдар. Толғаудың негізгі идеясы қандай? Екінші қатар. Сенің ойыңша толғаудағы ең маңызды мәселе не? Толғаудағы пафосқа тән белгілер, яғни құлшыныс, құштарлық, асқақтық, қуатты сезім мен терең шабыт көріне ме? Үшінші қатарға толғаудағы идея мен пафостың бүгінгі өмірдегі көрінісі қай шумақта көрініс тапқан? Ойыңды дәйектер арқылы дәлелде. Толғаудағы сағынаған жолдар. Маған пышақта малын кетпесе, қазаның оттан түспесе, ауылдан тобыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе. Негізі жалпы толғаудың негізгі идеясы Ақтанберді атамыз осы бағанағы қиын-қыстау кезінде халықты тәуелсіздікке жетуін, жақсы бейбіт өмір сүруін армандап қалаған. Жақсы, жарайсың. Бірінші қатар бар ма тағы да? Айжамал. Маған ұнаған өлең шумақтарына келетін болсақ, май жемесе қонағым, қан жемесе барағым, 10 кісіге жараса, бір кісіге арнап тартқан табағым, халыққа атым білініп, шілеңгір мырза атанар екенбіз. Осы жолдар маған қатты ұнады, себебі бұл кезеңде ашаршылық болды, яғни барлығы тойып, тамақ, ас ішкен жоқ. Сол бір адамға татитын тамақты 10 адамға татитын тамақты бір адамға берсем бе екен деген ой болды. Сонда шығарманың идеясы? Шығарманың идеясы азаттық елді аңсау, мамыражай тіршілік. Екінші қатар өз сұрағына. Сенің ойыңша ең маңызды мәселе не деп айтқан? Менің ойымша ең маңызды мәселе ол кезде Бақберген айтып өткендей, ақтамашы бұрымдылар болып жатқан кезде еді. Сол кезде олар көбісі тәуелсіздік аңсады. Әрқайсысы тамақтың бәрін берген қалады, күніге той, күніге жең болған қалады, пышақта малын кетпесе деп айтты, яғни малын көп болған қалады. Бағылып бақыласың. Толғаудағы ең маңызды мәселе халықтың ашаршылығы, олардың зор-зомбылық көруі, ал олардың қаны бұлай қаламай, керісінше малын көп болса, халқының қаны тоқ болса, киімдері көп болса, құлындай бір ұлындай киінсе деп, қолдарын бір ұлындай киінсе деп. Бұл сұрақтың негізгі ойына келетін болсақ, бұл жерде Ақтанберді Сарыұлы атамыз, яғни қазақтардың тәуелсіздігін, әр азаматтың жеке құқығын болған, және де ешкімнің қиналып қан төкпеген соғыстардың азаюын, салықтардың да азаюын, халықтың өмір сүруінің жеңілдегенін аңсады. Бірақ бұлардың айтқанымен ешқандай өзгермеді, соғыс қана тоқтады, бірақ арқай ашаршылық жылдары басталды. Бұдан кейін де тәуелсіздікті ала алмадық 2,5 ғасырдың жобасында. Ұлжан не айтасың? Бұда Ақтанберді Сарыұлы өзінің айтқанындай құлын бір ұлдай киінсе деп, барлық жұрт өзі бір қатарындай болғанын қалайды. Барлығы тең дәреже азамат айтамыз. Ол жылдары күреске палуандарды, жақсы палуандарды күреске салсам деп салсам деген. Халқымның бәрі балуандай, жауындары мықты болып кетсе деді. Ары қарай. Күлдір кісінетке біздің осы кезге дейінгі адамдардың жақсы өмір сүрсін деп осы өлеңді бізге қалдырып кеткен. Жақсы, жарайды. Үшінші қатар толғаудағы идея мен пафостың бүгінгі өмірдегі көрінісі қай шумақта? Менің ойымша асқар тауды жайласам, желік бие байласам, күнді шен, күнді той, қыз бұзылау ойнасам деген шумағына байқалады. Себебі асқар тауды жайласам дегенде біз өзіміздің тәуелсіз елімізде кез келген жерге барып өзіміз бұл жерде қоныстана аламыз. Тағы да ойымыз Ақсана. Менің ойымша құлын бір ұлдай киінсе, көркемін көрген сүйінсе, атындай жомарт секілді атам жұртқа білсе деген жерде айтқан. Себебі қазірде көп құлдар жоқ, барлығымыз азат, еркін елде өмір сүреміз. Барлығымыз бірдей киінеміз, бірдей өмір сүреміз, яғни барлығымыздың дәрежелеріміз бірдей деген секілді.
өте жақсы. Еркебұлан. Маған да талай айтқандай асқар бір тауда жайласам, бие байласам, күнде жиын, күнде той, қыз бала ойнасам деген жұмақ ұнады. Себебі бұл жерде Ақтанбет салғы тәуелсіздік бейбітшілік туралы армандап тұр. Яғни қазіргі біздің елімізде де тәуелсіздік пен бейбітшілік орнатылған. Жарайды, тағы да кім қосымша? Нұрасыл бар ма? Артықшы көзге көрініп балуанын жасап аңғатып алмасын арнап суарып деген. Бұл жұмақта қазақ халқы қазіргі таңда бұл арман орындалды. Себебі қазіргі таңда қазақ халқының атын қорғап көптеген балуандар елдің намысын қорғап шықты. Жақсы. Демек, үш қатарымызда біз өзімізге берген тиісті сұрақтарға жауап бердік. Келесі біздің тапсырмамыз мына екі жақты күнделік жыраудың арманын, идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Айжамал, ұлттық мүдде деген ұлттық мүдде дегеніміз ол біздің салт дәстүріміз, біздің дініміздің қорғануы және де біздің өзіміздің кез келген өзіміздің мәселелеріміз, яғни қоғамдық, әлеуметтік мәселелер де қамтылады. Дұрыс па? Енді қазір мен таратамын, мына жерге өздеріңе ұнаған шумақты жазасыздар, ол жерден ұлттық мүдде тұрғысынан сол шумақтағы ойды ашасыздар. Жазу керек па? Иә, жазамыз. Түсініктеме. Ұлттық Малым кетпесе, қазаным оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе. Бұл шумақтың идеясы пышақта мал кетпейтіндей мол астық болса екен деп айтып жатыр. Ал пафосы қазақтың салт дәстүріне байланысты қазақ елінің дастарханы мол болсын деп құштарлықпен айтты. Бұл жерде ұлттық мүдде тұрғысынан айтылған. Ұлттық мүдде тұрғысынан не айтылған бұл жерде? Ол жерде салт дәстүрге байланысты қазақтардың ешқашан тартпасын, үнемі қазақ мол халық болған, дастарханы мол болған сол үшін. Мысалы, кез келген жағдайы бар адамдар, жағдайы жоқ, төмен адамдарға қол ұшын беріп отыр. Мысалы, үйі жоқтарға үй, тамақ жоқтарға тамақ апарып беріп деген секілді. Бұл да біздің ұлттық мүддеміз. Кемон Ақынтай Жомарт секілді атағын жұртқа білінсе. Бұл жерде бұрынғы адамдардың тең дәрежелі, бір-бірімен теңдей, және де құлдарының барлығы қазіргі бай адамдар секілді киінсе дейді. Және де қазіргі заманда бұл армандары асқақ орындалып жатыр. Қазіргі адамдар тең дәрежелі, біреуінің киімі болмаса, басқа адамдар сол адамға көмектесе алады. Көлем бір жерде жол қылсаң, көлем бір жерде көл қылсаң, қыран жанында көп жеп өз алдына ел қылсаң. Өзіміздің жерімізді байтақ әрі орда ел құрып, және де өзіміздің халқымызды бос әрі бейбітшілік орнатып, тәуелсіз елді құру. Жақсы. Дайын ба? Еркебұлан? Шілтеннің тиіп жылауы ақыл туса өзімнен осындай берген дәулетті көтеріп тұра алар ма екенбіз. Яғни бұл жерде ақын өз дәулеттің, елдің бейбітшілігін қорғай аламыз ба? Яғни тәуелсіздікті ұстай аламыз ба деп сұрақ. Жыраудың арманын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Мен мына шумақтарды алдым. Пышақта малым кетпесе, қазаным оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе. Яғни түсініктеме. Яғни бұл өлең шумақтарында автор Ақтанберді Сарыұлының айтқысы келіп отқаны салт дәстүріміз, мәселен, әр қазақ үйінде мал сойып, қазанға ас пісіріп, ауылдан адамдар келген көрінісі әрине болып жатады. Салт дәстүрін жоғалтып алмасын деп, салт дәстүрімізді ұлттық мүдде арқылы бізге дәріптеп тұр. Жарайсың, тағы да кім? Тағы? Я жалғас. Мен мына шумақты алдым. Құлым бір ұлды киінсе, көрген сүйінсе, Атымтай Жомарт секілді атағым жұртқа білінсе. Бұл шумақта қазақ елі ешқашан қалмай, салт дәстүрімізді ұмытпай, барлығы бір-бірімен тең болса, және де басқа адамдардан қалмаса деп айтып кеткен. Жомарттықпен бір-бірге қолдау көрсетіп отырса, мен мына шумақты таңдадым. Өзім бір өлік жайласам, жігіттен нөкер сайласам, ойпаң жерге оны тауып, қалың жерге қырып шадар тігіп, қонағын жайғасам. Яғни бұл жерде қонақтарды жақсылап күтіп алсам. Қазақ халқының қаншама дәстүрі ұмыт қалды. Дәл қазір дәстүрге байланысты айтуға болатын мәселе жетерлік. Соның бірі қонақ жайлық.
Қонақжайлық қазақ халқында міндетті болып саналған дәстүр. Қазақтар ежелден үйіне кез келген адамға міндетті түрде тегін қонақасын беріп, жайлы төсек орнын салып береді. Үйіне қондырған. Бұл салт дәстүр ежелден бар. Жарайсың, Ибрагим. Осылардың барлығы біздің ұлттық мүддеміз екен, көздегеніміз. Менің тыңдаған өлең шумағым. Асқар бір тауда жайласам, желілеп бие байласам, күнде жием, күнде той, қыз бұз бала ойнатсам. Осы өлең шумағында әр күніміз береке той болса деген. Ал асқар бір тауда жайласам, еліме ие қосып үлкейтсем деген оймен жазылған. Әр жерде күлкілі дауысы естілсе, қандай бір ғанибет болар еді. Жарайсыңдар бала. Шақтан дауын кетпесе, қазаннан оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе деген өлең жолдарындағы түсінікті. Сол кезеңдерде ашашын қылған және бұл өлең жолдарында көп адамның тамағын бір адамға беріп, сол кезеңдердегі ашашылықтың болмағанын қалады. Қазанның асты үнемі қосылып, ішінде шексіз ас пісе бергенін қалады. Сол ошақ астын топыр адамдар бірге қосып ас дайындағанын қалады. Жарайсыңдар. Балалар, осымен бүгінгі бізге арналған тапсырмалар аяқталды. Енді сабақты қорытындылауды бір сөйлем әдісі арқылы қорытындыласақ. Қазір барлығымыз осы отырған бүгінгі сабақтан не алдық, не үйрендік? Ең өзіне қорытып, өз ойыңды 90 сөздің тобықтай түйінін бір сөйлеммен айтсаңдар. Кім бастайды? Бүгінгі сабақтан ал, Бақберген. Бүгінгі сабақтан мен Ақтымберді Сарыұлының қалай армандағанын, қалай халықтың бостандығын армандағанын, өзі ойлаған өмірді жеткізген арқылы мен түсініп отырмын. Жарайсың, Айжамал. Бір сөйлем арқылы мен қорытынды жасайтын болсам, қолда барды бағала. Себебі қазір бізде аштық та жоқ, тәуелсізбіз, ал бұрынғы ата-бабамыз қандай қиын заманда өмір сүрген. Мен бүгінгі сабақта Ақтамберді Сарыұлы және де күдікті кісінет жырын басқаша көзқараспен аштым. Несін білдіңдер? Күдір кісінеттен нені анықтадық бүгінгі сабақта? Шыңғыс? Идеясын, творчествосы, пафосын, жарайсыңдар. Балалар, енді бүгінгі сабақтың бағалап өтейін. Бізде ең белсенді қатысқан кім болды? Өздері айтыңызшы. Бақберген болды. Несімен ерекшеленді? Қалбин айта орыс, Бақберген несімен ерекшеленді? Бақберген ол бүкіл сұраққа жауап бере алды, және де бізге ой тастады, өзінің ойын нақты жеткізе алды. Жарайсыңдар, тағы да кім белсенді болып қалған? Және де әр тақырыпқа өзінің кері байланысын берді. Бақберген туралы, тағы да? Негізі бұл жерде сабаққа жауап бергенде барлығы жоғары бағалануы керек деп ойлаймын. Өйткені әркім өзінің ойын жеткізу арқылы сабақты жақсы түсінді. Тағы да кім жақсы қатысты сабаққа? Бақбергеннен басқа. Ибрагим, Аяулым және Айжамал, олар нық сөйлей алды. Нақты өз ойларын жеткізе алды. Бақберген не айтасың? Және Таура мен Ақтана олар көп сөйледі деп білмеймін, бірақ тек нақты фактілер айтты. Нақты фактілер айтып отырды. Кім бізде сабақта болмауынша өзін көрсете алмай қалды? Бар ма? Жете алмай қалғандар. Арвай жете алмай қалды ма? Арвай тұрағыш, бүгінгі сабақтан не түсіндің? Ақтымберді Сарыұлының күдір кісінеп болғанында өзінің тәуелсіздігі аңсағанын, тәуелсіздікті аңсағанын. Жарайсыңдар, енді балалар бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсам, Бақбергенге 10 балл қояйын, Ибрагимге 10 балл қояйын, Балнұрға 8 балл, Аяулымға 10, Айжамалға 10, Асемге 6, Ағарысқа 7, Жалғасқа 8, Қалбинаға 9, Ақсанаға 9, Тауранға 9, Нұғманға 9, Аяулымға келесі сабақта көреміз. Асылжанға 7 бүгінге, Кәусарға 7, бүгін бізде Шыңғыс жақсы жауап берді, күндегіден қарағанда. Шыңғысқа бүгін 7 балл қояйық. Еркебұланға 7 балл. Нұрасылға 7 балл. Жарайсыңдар балалар, осымен сабағымыз аяқталды.